Сәлем бердім көрермен, сіздермен мен Ақжолтай. Бүгін біз 6-шы сабаққа келдік. CSS-ті жалғастырамыз. Сонымен бүгін өтетін тақырыптар шекара, border, сыртқы шекара, margin, ішкі шекара, padding және box sizing өлшем әдістерін үйренетін боламыз. Сонымен бастайық. Мен өзім сайтымда әдеттегідей div және image-ді қойдым. Екеуіне класс бердім және div-ке background color бердім, фон цветін бердім және картинканы 300 пиксель ұзындықта жасадым. Көреміз, бізде картинка кішкентай болып тұр. Бордермен жұмыс істейік бірінші. Border осылай жазылады. 10 пиксель solid деп осылай жазатын болсақ, біз бұны таблицаны жасаған кезде өткенбіз бордерді. Бордер деген ол 4 жақты сызық. Міне, бізде 10 пиксельдік 4 жағында сызық пайда болды. Шекара solid деген не ол? Solid дегенді dashed деп өзгертетін болсақ, қазір айырмашылығын көреміз. Dashed деген пункттер сызықтар пайда болды. Ал solid деген үздіксіз сызық. Dot деген бар. Dot деген ол нүкте. Міне, бізде нүктелер пайда болды. Ал енді түсін қалай өзгертеміз? Түсін 3-ші параметрмен, мысалы қызыл деп өзгертейік. Сақтадым. Енді көрсек, бізде түсі қызылға өзгерді. Спецификацияны қарайық. Бізде бордерлардың қанша түрлері бар екенін көреміз. Міне, біз жаңа dotted, dashed, solidті көрсеттім. Олар міне сәйкесінше осындай. Және басқа да түрі бар. Double border дейді, 2 сызық бірден пайда болады. Одан groove деген ол үлкейтіп қарайтын болсақ, groove пен right екеуі 3D бір төртбұрыш тұрған сияқты мына жерде. Және groove та ол ішке кіріп тұр, ал right ridge-да ол бері қарай шығып тұр. Сондай бір эффект береді. Ал inset пен outset өздері айтып тұрғандай, мына бүкіл төртбұрыш текстпен бірге ол insetте ішке кіріп тұрған сияқты қарап мән берсеңіздер, және outset ол сыртқа қарай шығып тұрған төртбұрыш элемент ретінде көрінеді. No border дейді. No border қалай жазылады екен? No border, none деп жазылады. Border style none. Одан кейін hidden деген бар екен. Hidden екеуі бірдей почти, бірақ бұл жерде hiddenнің айырмашылығы ол просто көрінбейді, прозрачный сияқты болып тұрады. Бірақ оның ұзындығы бәрі әрине есептеледі. Соңғысы кішкене бізге қызығырақ, mixed border дейді. Міне, mixed деген қалай жазылған екен? Mix ол border style-да бір ғана текст жазылған осыған дейін, ал енді бұл жерде 4-еу бірден жазылған екен. Біз бұнаны көшіріп, осыны істеп көрейік өзімізге. Так, қараңыздар, border дегенді тек өттік. Ең бірінші border style дегенді жазайық. Border style. Қараңыздар, бұл мынаған пара-пар деуге болады, мына dotted ортасындағы. Сол үшін біз мынаны әзірге комментарий алып қойық, бірақ енді бордерді әрбір параметрін бөлек-бөлек жазайық. Мысалы, border 10 пиксель деген ол border width, ұзындығы 10 пиксель жазайық, және border color ол түсі қызыл берейік, және border style-ға жай ғана dotted жазуға болады, бірақ біз қазір 4-еуін тексерейін деп жатырмыз. Сонымен мынау үшеуін бөлек жазу және үшеуін бірге жазу, екеуі бір-біріне аналог. Қалай сіздерге ыңғайлы, солай жазсаңыздар болады. Сақтадым, енді көрейік. Бізде не болды? Border color қате жазып қойдым, тексерейік. Қызыл болды. Dotted дейді. Dotted деген қай жерге кетті? Ең жоғарысына нүкте, одан dashed пункттер оң жағына кетті. Solid астына және double ол сол жағына кетті. Сонымен қарасақ, біз сағат тілімен жүрдік. Енді егер осындай 4 бірдей сан немесе сөз көрсеңіздер, ол деген сөз сағат тілімен 4 жаққа жүріп отырады деген сөз. Қазір алда айтамын. Енді осыны түсінсек, ары қарай жылжиық.
Бізге кейде төрт бордердің төртеуі де керек болмай қалады. Төртеу емес, біреу ғана керек болады. Мысалы, асты керек болады. Ол кезде біз border bottom деген сөзді қолданамыз. Border bottom 10 пиксель solid red бола берсін, сақтаймын, қараймын. Менде астыңғы сызық пайда болды. Тура сол сияқты мен border topты да жаза аламын. Border top десем, ол әрине жоғары жағы пайда болады. Және оң жақ сол жағын жазу үшін border right пен border left қолданамын. Left. Сақтадым. Міне қараймыз, бізде 4 border пайда болды. Қараңыздар, мынау жазғаным мынаған аналогия. Аналогия, бірақ мен бір нәрсені 4 рет қайталадым. Егер бұл мағынасы болады, егер біздің бордерлар әртүрлі түсте, әртүрлі стильда сондай болатын болса, онда әртүрлі ұзындықта болатын болса, онда бұның мағынасы бар. Бұлай әртүрлі жазудың сақтадым көрекенде бізде әртүрлі бордерлар пайда болды. Біз бордерді былай бөлік-бөлік үшеу қылып жаздық. Сол сияқты біз border bottomды да солай жаза аламыз. Мысалы, мынаны әзірге комментарий алып қойық. Border bottom color, мысалы, red тик, border bottom ең біріншісі ол width 20 пиксель болсын. Border bottom сіздерге былай Sublime Text көрсетеді, қандай мысалдар бар екен. Style бізде әшет болсын. Сақтадым, енді көрем. Менде төменгі жақ border пайда болды, төменгі жақ шекара. Және мен оны бұлай бөлік-бөлік жазып шықтым. Бұл әрине мынаған аналогия. Сонымен сіздерге қайсысы ыңғайлы, сонымен қолданасыздар. Бірақ бұлар аналогия болғандықтан сіздер мысалы мына комментарий алайын. Мысалы, мына border 10 пиксель dotted redті мына екеуін салыстырсақ, екеуі бірдей. Бірақ қайсы орындалады, соны тексеріп көрейік. Жаққа dotted бола берсін, жақта blue болсын. Көк бола ма, әлде қызыл бола ма, тексеріп көрейік. Ол көк болды. Неге? Себебі сіз жоғарыдан бастап төмен қарай ақырындап тексеріп отырады. Мысалы, мына бордер тексерді, ары қарай мынаны қарады, осыны орындады. Осы үшеуін орындап шықты. Мысалы, біреуін алып тастайтын болсақ, мысалы, dotted алып тастадық, нүкте болмай қойсын деп сақтадым. Бізде мынау dotted екен, бұл жерде solid берейік. Қайсы орындалады? Бізде solid орындалды, қараңыздар. Бізде бордерді басында осы 10 пиксель solid red деп бердім, ал мына жерде мысалы 12 қылып өзгертті дейін. Менде ол енді 12 пиксельге өзгерді бордер. Мына 12 пиксель екен қайдан көреміз? Бізде computed деген бар. Сол кезде бордердің қанша екенін осы жерден көруге болады. 12 пиксель өзгерді. Бірақ solid қана өзгермеді. Solid неге өзгермеді? Себебі түсіндірем. Мына жолға келген кезде CSS осыны сақтайды. Бірінші 10 пиксель қылады, solid қылады және қызыл қылады. Одан кейінгі жолдарда border width 12, мына 10 мен алмастырады. Blue қызылды blue мен алмастырады. Бірақ solidті өзгертетін ешқандай жол болмағандықтан ол сол қалпында қалады. Сонымен бізде solid border пайда болды. Бұл түсінікті осы, ары қарай жүрейік. Margin жазайық. Margin мысалы 13 пиксель дейік. Айырмашылығын көру үшін padding 20 пиксель болсын. Салыстырамыз, тексереміз. Бізде енді жаңа компьютерда бізде тек border болып еді. Енді paddingті қате жаздым. Бізде қараңыздар. Мынау өзіміздің үйренген картинкамыз 300-199. Оның сыртында border бар. Және border мен екеуінің арасында
паддинг бар. Былай тексеріп көруге болады. Паддингді алып тастап, паддингді қойып. Паддингді алып тастасақ, картинка мен бордердің екеуінің арасында ешқандай бос орын болмады. Паддингді бос орын деп те аударуға болады. Себебі ол екі контент пен бордердің арасында бос орын шығарады. Ал маржинді алып тастап көрейік. Маржинді алып тастасақ, картинка басқа тұрған элементтерден бос орын тағы да 13 пиксель қосады. Байқасаңыздар, төрт жағынан да қосады. Сонымен ары қарай жылжайық. Бізде паддингді кішкене толығырақ өтейік. Паддинг бізде төрт жағынан беріліп тұр. Біз тек қана мысалы сол жағынан алайық паддингті. Сол жағынан алу үшін, яғни left деген сызықпен қосамыз, left береміз де 20 пиксель аламыз. Ал мына паддингті әзірге комментарий ала тұрайық. Padding left сақтаймыз. Байқасаңыздар, тек сол жағынан паддинг пайда болды, ал басқа жақтарында ешқандай паддинг жоқ. Міне компьютерді тексереміз, 20, қалғандарында бос. Бордер сияқты тура паддинг топ береміз, left, right бәрін беріп шығамыз. 20 пиксель right және bottom. Сақтадым. Енді көреміз, бізде жан-жағынан 20 пиксель пайда болды, бірақ бұның бәрі тағы да бағана істегендей бұның бәрі бір-біріне ұқсайды. Копия, сондықтан аналогиясы тура бір ғана жол. Және мағынасы болады, егер біз әртүрлі қылсақ бұл паддингтарды, мысалы 13, жақта 35, 37 болсын, кеттік, сақтаймыз. Бізде паддингтар енді әртүрлі болды. Паддингтарды, маржиндарды біз оған цвет беріп, оның жаңағыдай бордердің стилін өзгерткенде стиль өзгерте алмаймыз. Ол жай ғана бос орын, оның ешқандай суретте ештеңе қоя алмаймыз оған. Паддинг пен маржинді осылай тек қана оның пиксельдерін өзгерте аламыз. Паддинг left, right біз бердік, тура сол сияқты маржиндарды беруге болады. Маржин топ 20, margin right, так 24 болсын. Осылай әрқайсысын жазып шығуға болады. Margin left, margin bottom. Оны комментарий алып қойық. Бізде енді әртүрлі маржиндар пайда болды. Паддингке кішкене қолымызды жаттықтырайық. Мысалы, мен бітейін, паддингке 20 пиксель берейін да, ал мыналарда басқаша 28 деген сияқты. Қайсы орындалатынын көрейік. 20 пиксель ме, жоқ астындағылар ма? Жаңартсақ, бізде паддингтар 30, 13, 37, 28, яғни екіншісі орындалды. Ал орнын ауыстырсақ, бізде 20 пиксель болды. Сондықтан мұндай аналогияларды бір-біріне қарсы конфликт болмас үшін, сіздер мысалы осылай болады деп ойлайсыздар, бірақ ол 20 болып кетті. Сондықтан бұндай болмас үшін өте абайлап істеу керек. Бұл мағынасы бар, егер 20 қылып және мысалы 1-2-ін қалдырып кетсек. Мысалы біз паддингті қойдық та 20 пиксель қылып, бірақ именно leftті ғана өзгерткіміз келеді 28. Қалғандар 20 болып қала берсін десек, онда осылай істеуге болады. Және padding leftті paddingтен кейін жазу керек. Сол кезде ол paddingта берген 20 пикселі өзгертіп 28 қояды. Енді paddingтің тағы бір түрін көрсетейін. Біз paddingті тек былай бөлек-бөлек жазғанның орнына біз 20 пиксель былай төртеу қылып жазуға болады. Давайте өз суретімен жазып қояйық. 10 пиксель, 20 пиксель, 30 пиксель және 40 пиксель. Енді бұны көрейік, қалай шығатын. 4 сан бердім, не болады екен. 10 үстінде, 10 паддинг сақтадым, тоқтаңыздар. 10 үстінде, оң жағында 20, төменде 30 және 40, сол жағында пайдалы. Тағы да сағат тілмен кетті. Және төртеу, маржинді тура осылай жазуға болады, сақтаймын. Және көшірем, маржинді қоям. Маржин тура солай, 10, 20, 30, 40 болды.
марджин мен паддингнің әрекеттері бірдей. Ал енді менде сұрақ туындауы мүмкін, ал үшеу жазсам не болады екен? Тексеріп көрейік. Үшеу жазсам менде паддингтар жұмыс істеді. Мен қате ештеңе жазған жоқпын. Паддинг үстінде 10, оң жағында 20, астында 30 және сол жағын жазбап едім, бірақ сол жағында ол оң жағын көшірді. Сөйтіп 20 болып кетті. Сонымен егер үшеу жазсаңыздар, мына 20 оң жағында сол жағында алады. Так, мынаны қойық. Аналогия болды біздің. Бізді тексердік мына үшеуін. Енді әрине тағы да бір сұрақ туындауы мүмкін. Егер екеуін ғана алдырсақ не болады екен? Тексеріп көрейік. Сонымен бізде жоғары жағында 10, екі жағында 20 болды. Және астында 10 болды. Яғни мына 10 по вертикаль бойынша және 20 ол горизонталь бойынша марджиндар, паддингдарды қосады. Марджинда тура осылай, марджинда осы қасиеттер орындалады. Сізге біз мына паддинг 20 деген қалдырайық. 20 пиксель паддинг. Паддинг 32 пиксель болсын. Сонымен бізде паддинг, марджин, бордер бәрі бар. Біз ақырындап келесі тақырыпқа көшеміз. Бокс сайзинг. Мен оны өлшем әдісі деп аудардым. Тура аударсақ мағынасы келмей қалады. Сонда біз өлшемді қалай істейміз? Міне қараңыздар, image. Енді image-ге мен height беріп көрейін. Width берейін. Width 100% қылайын. Және div-ке нақты width берейін. Width мысалы 300 пиксель. Енді қараңыздар, 300 пиксель мына image-ның ішіне 300 пиксель болып орындалу керек. Ол да себебі оның width 100%. Ол родительдің жаңағы атасының 100%-ын алу керек. Ол бірақ біз ойлағандай болмай қалды. Неге? Қараңыздар. Div кішкентай болып қалды, өзінің 300 пикселін алды. Қараңыздар, 300 пиксель болып тұр div. Бірақ оның ішіндегі image үлкен болып кетті. Біз оны 300 болады деп ойлап едік қой, қараңыздар. 300 болып тұр, бірақ сыймай тұр. Неге сыймай тұр? Қараңыздар, біз margin paddingдарды пока что ала тұрайық, бордерлар. Бізде бағана ең басында өткен сабақта істегенде ол жерде міне тура солай, бұл сыйып тұр қазір, div-ке image сыйып тұр. Ал бірақ біз border, padding, margin-дарды қоссақ сыймай қалады екен. И қанша пиксель сыймай қалады, тексерейік. Ол үшін біз компьютерді қараймыз. 300 пиксель өзі ішіндегісі картинка 300 болып тұр, ол өте дұрыс, проблема жоқ бұл жерде. Бірақ padding 32 болып тұр, 32, 64, 64-ке 300 қосамыз, 364 және 10, 20 қосылады, 384 болып тұр. Міне картинканың компьютердің width-ін қарасақ, так, 300 болып тұр, бірақ мына жақта кішірейтейік. Мына жақта бүйтіп қарасақ 384 болып тұр екен. Қараңыздар, 384-те 283. 84 пиксель қайдан шықты екен түсіндіңіздер. Ол padding пен border қосылып тұр бізге. Енді қараңыздар, біз мына 100% орындалуын қалаймыз. Ол үшін не істеу керек? Мына сайт дұрыс емес деп тұрған сияқты, бірақ негізінде ол дұрыс деп тұр. Біз просто box sizing дегенді осы жерде қолданамыз. Box sizing ол border box деген беретін болсақ, біздің картинка өз орнына келеді. Так, оншалықты келмей қалды. Бізде margin құрып тұр бәрін. Margin пока что тастайық. Себебі ол кірмейді оған. Ұзындыққа. Так, margin қараңыздар, 300. Image-дің ұзындығы, міне, мына жақтан көріп тұрсыздар, 300 болды. Өзіміз ойлағандай. Осы жолы біздің padding пен border қосылған жоқ, ал width-і өзінен өзі есептелді. 216 болып, автоматом есептелді. Себебі width-ді мен 100% дедім. Border box, енді box sizing-тің екі түрі бар. Ол content box пен border box. Екіншісі content box. Бұл по умолчанию content box жүреді. Content box-қа қайтадан қайтарсақ, ол қайтадан сыймай қалады біздің картинка. Бұл жолы 384 қайтадан және сыймай тұр div-ке. Сонымен біздің box sizing екі түрлі болады екен. Border box пен content box. Айырмашылығы қайтадан айтам. Border box-ке border деп айтып тұр ғой. Border және padding кіреді. Ал
контент боксқа екеуі де кірмейді. Таза контенттің өзі кіреді, контенттің ұзындығы. Ұзындық және хейтке де ол байланысты тоже. Хейтті мысалы берсек, хейт 100 пиксельді берсек және контент бокс болып қала берсе, 100 пиксель болмайды. Қазір тексерейік оны. Біздің картинка 184 болып кетті. 100 пиксель емес, биіктігі 184 болып кетті. Ал бордер бокс қылатын болсақ, ол тағы да кішірейді. Оның енді қазіргі общий ұзындығы 100-ге толды. Сонымен біз бокс сайзингті бітірдік. Бірақ тағы бір сұрақ туындауы мүмкін. Мысалы, біз әрқашан бордер бокс қолданғымыз келеді. Әрбір тегке жазып отырамыз, оны қалай істейміз? Әзірге өздеріңіз ойланып көріңіздер, не істеуге болады. Мен қазір енді жауабын айтамын. Так, жауабы. Бокс бірнеше түрі бар. Біріншісі body'ге беруге болады, HTML-ге беруге болады. Себебі олар бәрінің атасы. Бірақ ең абзалы біз жұлдызшамен бере саламыз. Жұлдызша деген осындай селектор бар. Бокс сайзинг бордер бокс береміз. Осы жерге қоя саламыз. Бұл жұлдызша деген all деген сөзді мағынаны береді. All барлық тегке осыны орында деген сөз. Бокс сайзинг бордер бокс бердім. Имиджді қараймын. Ол әлі 100 пиксель болып тұр биіктігі, және оның бокс сайзингі орындалды, бордер бокс. Міне қараңыздар, тіпті мына өзінде стилінде осы стиль пайда болды. Тек қана имидж емес, басқа тегтерді қарап көрейік. Div'ті қарайық, ол жерде осы код пайда болды. Тіпті body'ді қарайық, body'да да ол пайда болады. HTML-де де шығады. Міне бокс сайзинг, яғни жұлдызша деген бүкіл тегтерге қатысы бар. Бұл өте рискі өте жоғары селектор, сондықтан бұл жерге кез келген нәрсені жаза беруге болмайды. Тексеріп көрейік, мысалы, не істеуге болады бұл жерге? Border 2 пиксель solid, мысалы, solid десақ, не болады екен? Бұл тегтерде біздің border пайда болады, көрдіңіздер ме? Қап-қара мындай border пайда болады. Сондықтан бір жол кодпен мынау арқылы, жұлдызша арқылы бәрін бұзып тастауға болады. Сондықтан абай болыңыздар, бұны өте сирек қолданамыз.